13-ші дәріс басылымды пішімдеудің қыр-сыры. Бұл презентацияда біз басылымды пішімдеудің маңыздылығын, оның негізгі қағидаларын, тиімді стратегияларын және болашақ трендтерін зерттейміз. Тиімді пішімдеу стратегиялары және құралдары. Дизайн стратегиялары, мақсатты аудиторияны талдау, оқырманның қажеттіліктері мен күтулерін түсіну, пайдаланатын құралдар, Adobe InDesign, кітаптар, журналдар және тағы басқа кәсіби бағдарлама. Canva, әсіресе әлеуметтік медиа және қарапайым басылымдар үшін қолжетімді онлайн құрал. Stitch және Figma, веб-сайттар мен қолданбалардың интерфейстерін жобалауға арналған. Пішімдеудің негізгі қағидалары мен элементтері: типография, қаріп таңдау, мөлшері, қатар аралықтары және абзацтар оқырманға әсер етеді. Макет және торлар, мазмұнды ұйымдастыру үшін тор жүйелерін пайдалану беттің құрылымын қалыптастырады. Түстер палитрасы, түстер көңіл-күйді, брендті және хабарламаны жеткізеді. Көрнекі элементтер: суреттер, инфографикалар және видеолар мәтінді байытып, оқырманның түсінігін арттырады. Сәтті пішімдеу, мысалдар және болашақ трендтер, цифрлық журналдар, электронды кітаптар, бейімделгіш веб-дизайн. Бұлардың барлығы болашақта пішімдеуді жасанды интеллект пен жекелендіру үрдістері маңызды рөл атқарады.